Оқырмандарым, естеріңізде болса, 22 қыркүйек, осы 2023 жылы осы жердегі бір жолды түсірген болатынмын. Құлсары қаласының тұрғындары, құтты болсын. 22 қыркүйек 2023 жылы дәл осы жол қолданысқа берілді. Міне көріп тұрсыздар, автокөліктердің барлығы жүріп жатыр, жұмыс бітті. Мына жақта біздер бордюрдың бұрышымен келе жатырып, 50 см маяққа қылсақ, халтура білініп жатыр. Әрине, бұл қай компания? АБС компаниясы. Рахмет осындай сапасыз жолдар салып бергендеріңізге. Қашанға дейін созылады екен осы сапасыздық, айтыңыздаршы. Қашан бітет осы сапасыздық? АБС компаниясы дұрыстап салып берсеңіздер қайтеді. Халық үшін ғой барлығы. Жизуха ол кезде қасымда болған жоқ. Жизуха. Короче, мен осы жерде бір видео түсірген болатынмын. Біздің мына жолды білесің. Былайынан 7-ші ауылдан Базар Қарата стадионның жанымен бағытталған жолда жаңадан салды. 22 қыркүйек күні примерно сондай уақыттарда берілді қолданысқа. Бір ай 8 күн. Бүгін 1 қараша. 22 қыркүйек күні осы жерде видеоға түсірген болатын. Мына жерде өте жаңадан салып кеткен жолдың мына жерде сапасыздығы. Қазір енді жолын салып кеткен, міне көріп тұрғандарыңыздай. Жаңадан салып кетті. Былайынан бір бөлек қылып көріп тұрсыздар ғой да. Енді менде сұрақ болып тұр да. Жалпы бұны салған АБС компаниясы. Енді бір ай 8 күн болған жолды қайтап реконструкцияға жанын жөндеп, оны қиып, қайт жасау дейтін нәрсе қандай дәрежеде ол өше? Жалпы асфальт дейтін бір гарантия 5 жыл қозғалмастан тұру керек қой. Бірінші статия. Екінші ойым, ойлап тұрмын, Құлсарда жұмыссыздықтар аз ғой. Соларға жұмыс болсын деп некачественный жасаған шығар деп ойлаймын. Мен жеке өзімнің ойым. Кеттікші. Қазір, короче, мен сіздерге бұны түсірудегі басты мақсатым анау деп айтқым келіп тұр. Мына жолда егерде сіздер ойлап қараңызшы, мысалы бір АБС компаниясы келеді, өштердің жолын толықтай барлығын жаңадан салып берем деп алады, дұрыс па, тендерді алады. Сөйтіп жаңадан салады. Жаңадан салғаннан кейін 22 қыркүйек осы 2023 жылы бір ай 8 күн бұрын қолданысқа береді ғой. Мә, қолданыңдар, осындай болды деп, жұмыс бітті деп. Содан кейін тұрады да, осындай жөндеу жұмыстар қайт бастап кетеді ғой. Жизуха, жалпы обеспечение бар ғой бұларда? Бар, Бұзылып қалған уақытта, осындай уақытта онда береміз деп. Ондай болмау керек халық үшін. Ондай ешқандай ошибка болмау керек асфальтқа. Мынандай жамау не дейтін, ол біз қазір технология дамып кеткен ғой қазір деп. Асфальт сала беріп, и бір 5 жыл гарантиямен тұру керек ол асфальт. Болды ол. Жизухан айтқысы келіп отырғаны, егерде жолды салдың ба, обеспечение, өзінің жалпы обеспечение жасап береміз ғой дейтін нәрсе болмау керек дейді. Яғни ол салынды ма, 5 жыл, 10 жыл жұмыс жасап тұру керек болды. Ешқандай ақаусыз. Енді міне қараңыздар, Прадо келе жатыр. Прадо қазір жаңа жолда келе жатыр. Жаңадан салынған. Жаңадан мынау Жизуха, су жаңа жол. Қақ ортадан еще. Міне қараңыздар енді, мына жерді қараңыздар. Көріп тұрсыздар ма? Жөндеу жұмыстар жүрген мына жерде. Ана ортадағы сызықты көріп тұрсыздар, содан міне түнде болды осы. 1 қарашаға ауыспастан түні болды бұл. Жизуха, не масқара ма дейтін? Жоқ, мен түсінем, Жизуха, мен түсінем. Жетер. 10 жыл болған ғой, Мейрамбек енді жөндеу жұмыстар жүру керек қой. Жоқ, бір ай 8 күн болды деймін. Бір ай 8 күн болды мынаған. Андайда түсінуге болады, бір шет жағы бір бұзылып кетсе, грузовой өтіп кетсе дейтін дейді. Но қақ ортасы ғой мынау. Қақ ортасы. Еще дым болған жоқ. Жайдан жай алты ортасын бүйтіп бірдеме қылып істеп қойды оны. Бірдеме. Неге мынандай қылып жол салады деймін да? Қазір осындай ана жерде біреу болды ма? Міне мына жерде біреу ма? Ана жерде тағы біреу бар. Ал енді біз жолдың мына жақ бөлігіне өтейік, міне. Ана жақтан түсіріп келдік, мына жаққа. Жизуха, міне. Мына жол міне. Көріп тұрсыздар ма? Жаңадан салған, осы бүгін 1 қарашаға ауысқан түні салып атты бұны. Мен түнде бір мейрамханаға баратқам, сол кезде көргем. Міне, көріп тұрсыздар ғой да? Енді сұрақ, анау 22 қыркүйек 2023 жылы осы бір ай 8 күн бұрын берілген жол, мынау жаңадан барлығы толықтай реконструкция жасалып, толықтай бәрі қырылып жаңадан салынған. Сөйтіп бір ай 8 күннен кейін мына жерін жамау қылып қойды алды. Бұны жасаған АБС компаниясы. Жалпы АБС-ның бастығы кім, Жизуха? Ұмытып қалып тұрмын, кім еді аты? Берік сияқты ғой, Берік сияқты, мен есімде ана жерде танысып қалған сияқты біледі. Берік дейтін кісі, қадеспін. Жизуха, менде бір сұрақ. Енді бұны қазір акимат мысалы неге алады ғой, дұрыс па? Несін қарап алады, акимат тұрған. Жоқ, оны алдағы уақытта қарап келдің емес. Жасап атқан уақытта болу керек еді осы жерде. Жасап атқанда. Контроль качество. Контроль качество. Бұл деген тірі ақша, бұл халықтың ақшасы да. Бір халыққа жан ашитын, бірнан қарай ЖКХ ма, акимат па, өшер бастайын жүру керек еді. Себебі ол өздерінің ақшалары емес, ол халықтың ақшасы болғасын бастайын жүру керек еді. Егер де осылай жүретін болса, мынандай проблема болмас еді. Толықтай келісем.
акимат соңында барлығын қарап алып, тексеріп алып, содан кейін мына жер дұрыс емес қой деп жөнелткен не керек? Егер де болашақта осы жерден проблема басталады ертең. Осы жерге жаңбыр тиді, осының арасынан проблема басталады. Міне шоқалақ осыдан басталады. АБС компаниясына негізінде бұндай тендерларды бермеу керек, себебі жасай алмайды. Ал енді АБС компаниясы үлкен қателік жіберді деп, халық ертең зардабын көретін болады. Ал біздің әкімшілік пен біздің АБС компаниясына ет қой бір теңге секілді. Неге? Себебі жамайды да жүре береді, бүйтеді, жүре береді, ешкім сотқа бермейді, ешкім соттамайды. Емін-еркін барлығы. Ал Жездуқа, соңында бір нәрсе айтасың ба? Мына асфальт осы халыққа, болашаққа салып берген асфальт па? Бұл асфальт болашақта да дұрыс болып тұру керек, менің ойымша. Болды, тек сол. Шынайы жасау керек та. Себебі осы жолда да дұрыс жолға салатын болсаң, жақсы ниетпен салатын болсаң, қаншама халық өтіп, мәз болып, мүмкін дұғасын айтып қалар. Ал қазір енді осыдан кейін халық дұға айта ма, әлде қарғыс айта ма, белгісіз. Меніңше қарғыс айтады сияқты. Себебі не мынау? Жаңадан кеше 1 ай 8 мың болған жол күрделі жөндеу жұмыстары керек болып отыр. Ұят. Нендей өкініш АБС компаниясы.